Мешіттен ұзай берген адамның пікірі де ұзай береді. Түсіндіңіз бе? Мешіттен ұзаған адам мешіттегілерді жақсы көрмей бастайды. Мешіттен ұзақтаған адам имамды жаратпай бастайды. Өзінен өзі мешітке келіп көрмеген, мешітті жамандап жүреді. Оларға барсаң, олар сондай. Мешіттен ұзақтаған адам мешітті не қыла береді? Жек көре береді. Жамағаттан ұзақтаған адам да уақыт өте келе сол жамағаттың бойынан кемшілік іздей бастайды. Себеп біздің әуел баста мынандай проблема бар бізде. Өзіңді өзгеден артық көру деген бізде бір не бар? Ауру, дерт бар. Мәселен, өзің ішінен өтеді. Қой, мынадан болмаса да мынадан гөрі адаммын ғой деген. Жарайды, адам демей-ақ қойын. Бірақ мынадан анық бұдан немін? Тап осыдан артық шығармын мен деген ой тұрады. Түсіндіңіз бе? А мына мешіт ондай ойға барғызбайды. Неге? Мына сапта тұрмыз бәріміз. Бір дейміз.